қандай әдемі, құйрығың да. Ертеде емес, дәл қазір біздің қалада Айдира деген сүйкімді қыз өмір сүріпті. Оның ең үлкен арманы нағыз русалка болу еді. Таң атып күн батқанға дейін ойыншықтардың ішіндегі ең жақсы көретін өзінің русалка қуыршағымен ойнайтын. Ол оған ұзақ қарап отырып, шіркін, мен де дәл осындай әдемі русалка болсам ғой деп күнде армандайтын. Айдираның бұл арманын анасы байқап қалады. Бір күні анасы үйге үлкен пакет ұстап келеді. Анасы мен ағасы барып қатты қуантады. Kеттік. Сыйлықтың ішінде осындай әдемі русалкасы бар, футболка, осындай әдемі юбкасы бар екен. Күнде айнаға қарап, бақыттан бас айналып, Айдира бақытты күндер кешіп жүреді. Өзі нағыз кішкентай русалка сияқты сезінеді. Бірақ та бірнеше күннен кейін киімді кигісі келмей, мен шынымен де русалка болғым келеді деп бір күрсініп алады. Сол күні ағасы сыртта ойнап келіп, бір хат тауып алады. Оны үйге алып келіп, Айдира екеуі ашып көрмекші болады. Ағасы екеуі ойлана келе Айдираның қолына жабыстырып көреді. Кенеттен жер дүниенің бәрі жарқырап, Айдира шынымен де русалкаға айналып кетеді. Анасы өзінің көзіне сенбей таң қалып, барлығы таңырқай қарай бастайды. Масаға не деген, Айдира русалка болып кеткенсің? Масаға. Ұнай ма өзіңе енді? Жаным қуанып отырсың ба енді? Шашың қандай әдемі, құйрығың да. Айдира, енді сені қалай айландырамыз енді? Бірақ мен сенің арманың орындалғанына мен қатты қуанып тұрмын. Сен өзің қуанып тұрсың ба? Жаным. Кім қолыңды көрейінші? Вау, қандай жемчужина мана. Әдемі осында балықтың несі бар екен. Вау, күшті ғой, Айдира. Не істейсің енді естіп? Анасы, бұл сенің арманың ғой деп қатты қыз үшін қуанады. Бірақ та сақ болайық. Сен қалай русалкаға айналдың, солай сен адамға да айналдырған жолын іздейміз деп тіл қатады. Айнадан өзін көрген Айдира сондай бақытты болып, үй іші күлкіге толы болып, ағасы мен анасы күнде ойнатып бақытты болып күн кешіп жүреді. Русалка Айдира қыз жүре алмаған соң ағасы осындай көк теңізден мұхит жасап, күнде саяхаттандырып, үйді көрсетіп, қызықты ойын ойнатып, осындай балық беріп, екеуі күнде ойнап, бақытты күндер кешіп жүреді. Анасы арнайы русалкаға деп осындай осьминоктардан жасалған арнайы русалкасы бар тарелкаға салып, русалка қыздарын еркелетіп тамақтандырып жүреді. Ағасы русалка қарындасын күнде суретке түсіріп естеліктер жинайды. Ағасын шығарып салған Айдира аяқ киімін ұстап, өзі де жүргісі кеп, сабағын сағынып, секіріп, ойнап, билеп жүрген кезін қатты сағынып кетіп, мамасына келеді.
Сабақтан келген ағасы бүткіл жайтты көріп жабыстырған құйрықты алып тастайды. Кенеттен русалканың құйрығы жоғалып, Айзераның екі аяғы пайда болып, Айзера қатты қуанып, ағасы ана құйрықты мұжып сындырып тастайды. Осы кезде Айзера ең маңызды нәрсені түсінеді. Русалка болу әдемі шығар, бірақ екі аяғымен еркін жүру, жүгіру, отбасымен серуендеу, достарымен, осының бәрі кез келген сиқырдан да қымбат екенін түсінеді. Достар, келесі ертегіде Айзера мен Айзер тағы қандай сиқырлы оқиғаға тап болған көргілерің келеді ме? Онда арнамызға жазылып келесі ертегіні жіберіп алма.